қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту еліміздің мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі. Облысымызда денсаулық сақтау саласын дамыту, тұрғындарға заман талабына сай қолжетімді және сапалы медициналық қызмет көрсету жолында бар мүмкіндіктер жасалып отыр. Облыста алғашқы санитариялық көмек ұйымдарына 95 нысанның қажеттілігі анықталып, оның 29-ы өздеріңізге белгілі 18 жылы пайдалануға берілсе, ағымдағы жылы 65 нысанның құрылысы жүргізіліп, жыл соңына пайдалануға тапсыру жоспарланып отыр. Нәтижесінде алғашқы медициналық санитариялық ұйымдардың қажеттілігі облысымызда 100%-ға шешілгелі отыр. Одан бөлек бюджет қаражаты 4,2 миллиард теңгеге үнемделгелі отыр. Алғашқы медициналық көмектің қолжетімділігін арттыру мақсатында 2018 жылы облыстық жедел медициналық жәрдем станциясына 27 санитарлық автокөліктер берілген болса, биылғы жылы облыстың бюджетінен 322 миллион теңге қаржы бөлініп, 47 автокөлік сатып алынды. Бүгін сол автокөліктің 30-ы пайдалануға тапсыру рәсімінде тұрсыздар. Денсаулық саласындағы медициналық қызметтің сапасына, кадрлардың тапшылығына тікелей әсер ететін анық.